саламатсыз ба? Жарнама бойынша сабын, зубный пастаны бағасын сұрайын деп келіп отырған шығарсыз. Бірінші сұрағыңыз бағалары бұлардың қанша теңгеден, иә? Календула сабыны бар. Бұлардың екі бағасы бар. Каталог және консультант. Каталог дегеніміз тіркелмей алатындар, консультант бағасы дегеніміз тіркеліп алатындар. Каталог бағасы бір сабынның құны 3900 теңге. Бір зубный пастының құны 5700 теңге. Егер тіркеліп алатын болсаңыздар 2450 теңгеге аласыздар, зубный пастаны 3500 теңгеге аласыздар. Енді қымбатсын оларыңыздан мүмкін, өте жақсы баға деп айтуларыңыз мүмкін. Бұл Түркияның Фармаси деген компаниясының продукциялары. Бұл жерде тек қана сабын, зубный паста емес, бұл жерде шампуньдар да бар, массажный гель де бар, туш, тоналка деген сияқты барлығы бар. Енді бағалары, қыздар, бұл экопродукт 1, халал 2, евростандартқа сай продукт бұл 3, одан кейін бұл бренд. Бүкіл әлем бойынша таралған бренд Фармаси компаниясы. Түркиядағы номер 1. Жарайды, енді бренд дейсіздер, бірақ сапасы, қыздар, сапасы өте керемет. Мына сабынды бір рет өзіңіз алып көрсеңіз, қыздар, екінші рет қайта ала бересіз. Неге? Себебі кожаңызды жұмсартады. Егер сіздің кожаңызда қандай да бір жаралар бар болатын болса, шелушение бар болатын болса, қыздар, өте керемет көмектеседі. Одан кейін ұзаққа жетеді. Бұл сабындар, именно мына сабын беттегі угриді кетеді. Сары календула сабыны бұл кожадағы шелушенияларды кетіреді. Және жемчужный сабыны бұл скраб сияқты тазалайды бетті. Өте керемет. Зубный пасталарда өте керемет. Бағасы сапасына тұрады кәдімгідей. Өкінбейсіздер, кім өзін жақсы көреді, мысалы, зато гель для душа алмайсыздар, қыздар. Одан кейін еріп кетпейді, кейбір сабындар мылец асасына еріп кетеді, бұл ерімейді. Тағы айтам, бағасы тұрарлық. Сатсаңыздар, сатып пайда тапсаңыздар да болады. Не болмаса мен сияқты интернет дүкеннің кеңесшісі болсаңыздар болады. Кеңесшісі бола отырып, табыс табуға болады. Мен қазір екінші видеода сол жайлы айтатын боламын. Енді қыздар, Фармаси компаниясы жайлы қойылатын сұрақтарға жауап берейін. Өзімді де таныстырып өтейін. Мен есімім Бақтыгүл, Алматы қаласының шет жағында тұрамын, Айғаным деген ауылда. Фармаси компаниясында міне 2 жыл болды, новый маркетингпе жұмыс жасап жатырмын. Қазақстан бойынша бірінші болып тіркеліп тұрмын. Фармаси компаниясының тарихы 75 жылдық. 60 жыл бойы традиционный бизнес, соңғы 16 жыл сетевой бизнес. 125 мемлекетте жұмыс жасайды. Компанияның өзінің өндіріс орны бар, үлкен чеснок алқабы бар, артизан суы бар, роза гүлін егетін алқабы бар. Сонымен бірге оливковый зәйтін дейміз ғой, зәйтін алқабы бар. Сол жердегі заттардан, сығындыларынан продукциялар дайындалады. Продукцияның ішіне мүлдем малдың, яғни животный дейміз, майлары мүлдем қосылмайды. Тек қана өсімдік майлары сығындыларымен жасалынады. Өнім халал, евростандарт, GMP сертификаты бар өндіріс орнының, таза, өте керемет компания. Компания әлем бойынша жәнегі выплата ақша беру жағынан да қазіргі таңда ең үлкен чек айына 125 миллион теңге алып отырған лидер бар компанияда. Представляете? Өте керемет, щедрый компания. Бізде Қазақстанда мен бір жылдық табысым 14 миллионнан асты, яғни 1 миллион 200 мың теңге көлемінде. Мен ешқандай блогер емеспін, үйде отырған анамын. Үйде отырып, жәнегіндей өзіме керекті зубный пасты, сабынымды, шампуньымды, витаминдерімді ала отырып, табыстап отырмын. Бизнес бастап всего лишь 20 мың теңгеден басталады. 35 мың теңгенің товарын 20 мың теңгеге алып, сіз бизнес бастап кетсеңіз болады. Бізде негізі өзі 3 түрлі адамдар тіркеледі. Бірінші тұтынушылар, жәнегіндей 40-50% жеңілдікпен товарларды алады. Екінші сататындар, әртүрлі хит товарларды алып сататындар. Үшінші мен сияқты бизнес партнерлар. Бізге тіркеліп алудың қандай выгодасы бар, ең бірінші выгода бұл кепілді сыйлықтар. Компанияның беретін кепілді сыйлықтар, менің беретін сыйлықтарым. Ол жайлы қазір келесі видеода да толығырақ айтып беремін. Ең бірінші 35 мың теңгенің товарын 20 мың теңгеге алсаңыз, алғашқы заказыңыз Қазақстанға дейін, яғни тегін келеді. Және менен лично қыздар бірінші заказыңызда осындай Фармаси логотипі жазылған ручка және қалтаға салып жүретін армандарыңызды жазатын, жоспарыңызды жазатын блокнот аласыздар, сыйлыққа аласыздар. Сонымен қатар мен сіздерге выбор берем 5 түрлі товар. Оның ішінде жәнегі календула және чайное дерево сабындары бар. Сонымен қатар аз үйде қолданатын мынандай қышқыш мыналарға қыздар өте сапалы. Мен сыйлыққа өзіме ұнамайтын, өзім қолдамаған заттарды бермеймін, қыздар.
осы одан кейін точилка, пышақтар точить ететін, және балық тазалайтыншы. Осы бесеуінің ішінен біреуін сіз сыйлыққа таңдап ала аласыз. Менен лично бірінші заказыңызда сондай сыйлықтар барады сізге. Екінші, уже үшінші, төртінші, бесінші заказдарыңызда компаниядан сыйлықтар болады. Оның сыйлықтары менікінен де қымбат, 8.000 теңгелік, 15.000 теңгелік, 25.000, төртінші айда да 25.000 теңгелік товарларды компания сізге тегін сыйлыққа береді. Мына жерде картинкада көрсетілген, бірінші айда жәнегіндей дезодорант, қолдыққа жағатын қол кремі, екінші айда туш, тоналка, үшінші айда витаминдер, төртінші айда қоғыз товарларды сіз сыйлыққа аласыз. Сонымен қатар, егер сізге біздің продукциялар ұнап жатса, менен алып жатқан жәнегі сыйлықтар ұнап жатса, ол сыйлықтарды менің де досым алса екен, менің де подругам, менің де сіңлім алса екен, олар да сапалы шампунь, сабын, зубный паста алып, Бақтыгүлдің сыйлығын алса екен десеңіздер, оларды командаға шақырсаңыз болады. Ол біріншіден, ең біріншіден сіздің командаңыз өседі, одан кейін барып менің командам. Сіз өссеңіз, мен өсем, сондықтан сіздің өсуіңізге, команда жинауыңызға компанияда мен де осылай көмек беремін. Сонымен қатар ұтыс қойылады. Компанияның ұтысы бар, мелкий техника. Ол мелкий деген кезде арзан нәрсе емес, 100.000, 50.000 теңге тұратын товарларды компания ұтысқа картинкада. Одан кейін менен лично өте керемет 20.000 теңге тұратын 2 қазан ойнатам. 2 қазан мүлдем күйдірмейді. Күйіп кеткен тамағының өзі оған жабыспайды. Содан кейін 7 кроссовки ойнатам, қыздар. Соларға сіздер қатысу мүмкіндіктеріңіз бар. Енді Бақтыгүл команда жинасам, көмек бересіз бе? Бірінші көмектерім жәнегі сыйлықтар, қыздар. Екінші көмегім, менен лично директор болсаңыз 200.000 теңге премия аласыз, компаниядан 450.000 теңге премия аласыз, және компаниядан тегін Стамбулға саяхат аласыз. И айлық табысыңыз уже 200.000 теңге болады. Одан кейін тағы да көмек. Мен лично онлайн жұмыс жасағаннан кейін сізді де онлайн үйрете аламын. Инстаграм, тикток, әлеуметтік желілерінде автобаронканы қосып беремін, және таргет қосып беремін. Және командаңызға келіп жатқан адамдарға ақпарат беруге көмектесемін. Арнайы чат бар, арнайы платформа бар, сол жерде үйренеді. Сонымен қатар видеозвонокпен түсіндір десеңіздер де мен видеозвонокқа түсіндіріп беремін. Ал егер сізге жәнегі 200.000 теңге аз болатын болса айлық, оны арғата өсіруге болады. Маркетингте бізде 14 түрлі табыс көзі бар, қыздар. 14 түрлі табыс көзі бар. Сол маркетингті мен сіздерге арнайы бірінші табыс көзі, екінші табыс деп, яғни 14 табыс көзін жеке-жеке түсіндірген видеом тағы да бар. Осы видеодан кейін маған маркетингті жіберіңізші, қарайын десеңіздер болады. Басқа компаниялардан ерекшелігіміз, қыздар, бізде 20.000 теңгемен уже бизнес-партнер боласыз. Яғни, сіздің қалтаңызға ауыр болмайды. Ол 20.000 теңгеге өзіңізге итакта алып жүрген жәнегі зубный пасты, сабын содаларыңызды алсаңыздар болады. Ол 2. Және басқа компаниялармен салыстырған кезде товар айналым жағынан, мысалы, директор болу 1.700.000, төлейтін ақшасы 350.000. Ал басқа компанияларды, мысалға, Oriflame компаниясында директор болу 2,5 миллион теңге, төлейтін ақшасы 250.000 теңге. Фаберлік компаниясында директор болу 3 миллион теңге, 3.000 балл, 3 миллион, почти. Бизнес-партнер болу 50.000 теңгеден. Әрбір 21 күн сайын еще, төлейтін ақшасы 360.000 теңге, 3 миллионға 360.000, а бізде 1.700.000-ге 350.000 теңге төлейді. Саат компаниясы өзіміздің қазақстандық бизнес-партнер болу 50 баллы, почти 50.000 теңге. Директор болу 2.400.000, оған 270.000 теңге. Сол сияқты басқа компаниялармен де салыстырсаңыз болады. Өзіңіз жасап жүрген компаниямен. Бізде всего лишь 20.000 теңгемен бизнес бастап кетуге болады. Одан жоғары суммамен бастаймын десеңізде, ерік өзіңізде. Самый главный, қалтаға ауыр түспесе, басқа сіз шақыратын адамда қалтасына. Енді ең соңғы сұрақ. Тек қана сіздерде шампунь, сабын ғана ма, зубный паста ма деген, жоқ, қыздар, бізде БАДы бар. Бізде декоративный косметика бар, бізде уходовый косметика бар, жеке гигиена заттары бар, үйдің тазалығына арналған заттар бар, массажный, лечебный массажныйлар бар, парфюмдер бар, женский, мужской, детский,
товарлар бар. Не алам десеңіз де бұл жерден табасыздар. Ең несі негіндей каталог бағасынан 40% жеңілдікпен аламыз. Сонымен қатар егер отзывтар жіберіңізші десеңіздер, мен қыздар отзывтар жіберемін. Қазір алоэ напитокқа отзыв айтайын. Алоэ напиток бізде 450 мл. Бұл полностью үш құрылысты тазалайды қыздар бізде. Кейбір продукциялар бар, очищениені қатты тазалайды да, ішек жолдарындағы минералдарды, микроэлементтерді бірақ айдап шығып жатады. А біздікі мягкое очищение. Ол іштен тазаланғаннан кейін сырттағы экзема, псориаз деген кетіп жатыр. Аяқтағы кәдімгідей қатты бітіп қап-қашанып түсіп жатқандардың барлығы. Ішті алоэмен сыртқа крем жағам десеңіздер, және календула сериясынан жоқ сабыны десеңіз, календула сабынымен өте керемет результаттар болып жатыр. Алоэ напиток бізде 18 000 теңге тұрады, 18 200 сататын бағамыз. А біздің өзіміз алатын бағамыз 11 500, кәдімгідей 6 000 теңгедей үнемдейміз. Сонымен қатар коктейльдер бар, коллаген бар, L-карнитин бар. L-карнитин дегеніміз салмақты азайтатын. Қыздар, мен 2 түрлі L-карнитин іштім. 8% L-карнитин іштім, 3% біздің L-карнитин. 8% шыңды сар еткізіп ағызады. Представляете, қыздар? Прям шыңды айдап шығады. Сен ойлайсың, ол күшті деп, негізінде ол дұрыс емес екен. 3% сізге артық салмақ қостырмайды. Зат алмасуды жақсартады, метаболизмді жақсартады, қыздар. Өте керемет. Одан бөлек декоративный косметикалар, әдемі туш, помада, тоналкалар бар. Барлығына отзывтар тыңдайын десеңіздер, мынандай керемет бізде лечебный, массажный кремдер бар, қыздар. Отзыв сұраңыздар менен, товарларға отзыв жіберіңізші деп.